Кайрылы кеш. Енді соңғы кездерде сәнге айланды ғой. Қасты жаңа архитектура жасау деймай, ойпырмай неше түрлі қасты сәндеу, татуаж, қас теру, татуаж бұл, татуаждан кейін микробилдинг па қандай бірдемелер, одан кейін тонировка дейді, ойбай, одан кейін қазір енді білмеймін, ламинация дей ма, енді сұмдық. Енді мен енді әбден тағдырдың тәлкегінде үйдің неше түрлі сол тауқыметті басты кешіп, осы 1 жылдан астам соның бәрін көре біле фбрлікте қалай істеп келатырмын, енді қолым жетіп жатыр. Әйел заты болғаннан кейін енді әйел заты екен түсініп жатырмыз ба, әйтеуір бәрі қалтаға, қаражатқа, одан кейін көңіл күйге, өмірдің тыныштығына, гармонияға, соған сондайға байланысты екен. Әйтпесе қай келіншек әдемі көрініп, әдемі болып жүргісі келмейді. Мынандай қылқалам дейді. Енді мына жерінде мынандай өзінің несін жасайтыны бар. Мына жерде мынандай щетка тәріздесі екен. Мен мынау түрін алдым, өйткені бұны қабаққа да жағуға болады, бұны қасты да сәндеуге болады екен. Мына жерде мынандай бір пленкасы, енді түстері ұнады. Бұдан сәл қызғылтым реңкі бар, бірақ оны да мен білмеймін, пайдаланамын ба. Көбінесе мынау осы екі түсін шығар. Одан кейін мына жерде енді қазір жаңа жылдық мереке, енді сол қысқы мерекелерге байланысты бонустар өте көп түсті. Соны біздің жаңағыдай офисте соны 3-4 келіншек бөліп алдық та, содан кейін ғой бәрін, әйтпесе апта сайын мен ондай суммаға, онша балға жинаймын. Сол бонустың арқасында қазір қолым жетіп отыр. Мынаны помадка деп айтады екен. Қазір ашып көрсетемін. Мынандай бір несі алып тастадым. Мынандай тұр. Өте ұзаққа жетеді дейді. Кішкене ғана алып, жағып оформление жасап, оформление қазақша қалай, түрлендіру ма, әдемілеу, айбаттау, әйтеуір. Сол енді Құдай қаласа бізде әп-әдемі болып боянып сыланып жүреміз деген үміттемін. 5. фбрліктен қандай да бір тауарлар болмаса бір қандай да бір кеңес керек болса хабарласыңыздар.